Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, Исра сүресіменен таныстыратын боламын. Құранда Исра сүресі 17-ші сүре болып жазылған. Исра сүресінің қасиеті ол кімде-кім өсек аяннан шаршап, қарғыстан шаршап, адамдардың сөзінен және адамдардың дұшпандардан зависть дейміз ғой, қалай күндеуінен шаршаған болсаңыз, осы сүрені 7 рет оқу керек. 7 рет оқығаннан кейін сізде тазару жүреді. Және де баланың тілі шықпай, көпке дейін сөйлей алмай жүретін болса, осы сүрені арабша жазуын, арабша түрін печаттап, компьютермен печаттап шығарып, ол суын шығарған қағазды суға езіп қоясыз да, суға езіп қойып, балаға ішкізсеңіз, осылай 40 күн ішкізсеңіз, ол баланың тілі шығады. Осы Исра сүресінің қасиеті осындай, достар. Қалай оқу керек екенін алдыңғы сүрелерде айтқан болатынмын. Дәрет болу керек және таза жерде бетіңізді қыблаға қаратып оқу керек. Сәттілік, достар. Егер қателеріңізге жараса, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер.